Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен фисташковый рулеттің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен әзірлеп көріңіздер, өте дәмді шығады. Алдымен жұмыртқамыздың ақ уызына шым-шым тұз себелеп, жақсылап әппақ боп көпіргенше араластырып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жұмыртқамыз өз-өзін ұстап тұратындай болғанша, қатты болғанша миксерлеп аламыз. Үстіне крахмалымызды, фисташковый мукамызды салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын массамызды противенге салып, бір тегіс етіп жайып, духовкада 100-120 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Кремін әзірлейміз. Творожный сырымызға сахарный пудра салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Егер біз алдымен творожный сырымызды араластырып алсақ, сливкиміздің арасында іртік болып жүрмейді. Сливкимізді құйып, бір келкі масса болғанша қоюланғанша араластырып аламыз. Креміміздің жартысын бетін әрлеуге алып қаламыз. Қалғанын суыған бисквитімізге бір тегіс етіп жағып шығамыз. Ішіне қалағандарыңызша жеміс салсаңыздар болады. Мен малина салдым. Ақырындап рулетімізді орап шығамыз. Біздің рулетіміз аздап сынуы мүмкін, ол ештеңе етпейді. Дайын рулетіміздің үстін қалауымызша әрлейміз. Үстіне аздап сахарный пудра сепсек болады. Міндетті түрде осы рецептпен әзірлеп көріңіздер, өте дәмді шығады. YouTube каналыма жазылып, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын!